Тақырып әлеуметтік педагогика саласы. Бұл бойынша мынандай сұрақтар қарастырылады. Әлеуметтік педагогика ғылымының бір бөлімі ретінде әлеуметтік педагогиканың негізгі категориялары, әлеуметтік педагогиканың функциялары, әлеуметтік педагогиканың негізгі міндеттері. 19 ғасырдың орта шенінде Ушинский мен Толстойдың еңбектері жарық көргеннен кейін баланың тәрбиесі мен дамуына айналадағы ортаның әсер беруі проблемасында ерекше зейін аударылды. 19-20 ғасырларда педагогтардың көбі баланы жанұяда тәрбиелеу мәселесіне ерекше көңіл аудара бастады. Осы кезеңде тұлғаның әлеуметтік жетілуіне, оқушылардың қоғамдық өміріне қатысуына, ұйымдастыру мәселелері кең тұрғыда атақты ғалым Гессен қарастырған болатын. Ресейде әлеуметтік педагогиканы құрастырушының бірі Зенковский адамды түсіну үшін оның айналадағы педагогиканы, айналадағы ортаны біліп тану қажет деп сондай өзінің бір үлкен ойын ұсынған болатын. Бүгінгі күні тұлғаның жанұя, азаматтық, діни және құқықтық тәрбие саласындағы белсенді әлеуметтенуі нақты мәселе. Сондықтан Мудрик адамның ортаның әсеріне байланысты тәлім-тәрбиенің өзгеруін зерттейтін ғылым әлеуметтік педагогика болады деп айтқан болатын. Ол тұлғаның әлеуметтенуін теориялық және қолданбалы аспектісінде қарастырады. Олай болатын болса, ол педагогика ғылымының бір саласы болып табылады екен. Әлеуметтік педагогиканың негізінде мектепке дейінгі, болмаса мектеп алды педагогикасы, мектеп педагогикасы, кәсіби білім беру педагогикасы, жабық мекемелерде балалар және жастар ұйымдарындағы тәрбие, клуб жұмыстары, уақытша ұйымдар педагогикасы, әлеуметтік жұмыс педагогикалары жатады екен. Сонымен әлеуметтік педагогика тұлғаны немесе адамдар тобын кей кезде бір әлеуметтік қиыншылықпен топтасқан немесе емдеуді қажет ететін оқыту мен тәрбиелеудің, оларды әлеуметтендірудің теориясы мен практикасы болып табылады. Әлеуметтік педагогиканың мынандай негізгі категориялары бар. Әлеуметтік орта, әлеуметтік тәрбие, әлеуметтік жұмыс, әлеуметтік педагогикалық іс-әрекет. Бүгінгі дағдарыс жағдайында баланың әлеуметтенуі жекелене түсуде. Сондықтан балаға оның қоғам өміріне бейімделуіне көмек қажет. Әлеуметтік педагогиканың функцияларын ғылымдар үш үлкен топтарға бөлген. Олар біріншіден тәрбиелеу функциясы, баланы айналадағы ортаға баулу, оны әлеуметтендіру процесін, оның оқу және тәрбиелеу барысында бейімделуін көздейді. Келесі әлеуметтік құқықтық функциясы. Бұл мектептің балалар туралы қамы, олардың құқығын қорғау. Ал одан кейінгі мәселе бұл әлеуметтік реабилитациялау функциясы. Бұл мүгедек дене бітімі немесе психикалық жағынан кемтар балалар, тәрбие және білім беру жұмысы. Мұнда негізгі әлеуметтік функцияларды педагог орындайды. Әлеуметтік педагогиканың негізгі міндеттері. Бұлар біріншіден қазіргі жағдайда балаларды әлеуметтік қорғау мәселелерін зерттеу. Әртүрлі оқу және тәрбиелеу мекемелерінің әлеуметтік іс-әрекетінің теориясы мен әдістемелерін зерттеп зерделеу. Мемлекеттік, қоғамдық және жекеменшік оқу мекемелеріндегі тәрбиелеу мен білім беру бағдарламаларын қарастыру. Жанұя тәрбиесінің ерекшеліктерін, ұлттық ерекшеліктері, діни және қоғамдық тәрбиені ескеру. Тұлғаның өз даралығын ұйымдастыру, өз қабілеттерін дамытып жетілдіру, өз өмірін дұрыс ұйымдастыра білу мәселелерін шешу жолдарын зерттеу. Осындай бірнеше әлеуметтік педагогика функцияларының ғалымдар бойынша бөлген топтары қарастырады екен. Педагогиканың методологиялық негізгі диалектикалық және тарихи материализм болғандықтан
Диалектикалық әдіс педагогикалық құбылыстарды кеңістік пен ауытқудың нақты жағдайларында қоғамдық өмірдің басқа құбылыстармен байланысты және өзара әрекеттестікке алып қарастыруды талап етеді. Методология дүниені білу тәсілдері туралы ілім болып табылады. Ғылымның методологиясы ғылыми зерттеу әдістерін, белгілі бір ғылымның пәнін зерттеу кезеңінде басшылыққа алынатын ұстанымдарды анықтайды. Әрбір ғылымның өзінің зерттейтін саласы, оған тән зерттеу әдістері бар. Оның сипаты зерттеу алдында тұратын міндеттерге байланысты. Әлеуметтік педагогиканың методологиясы дегеніміз, бұл кез келген педагогикалық мәселені зерттеу негізінде жататын жалпыға ортақ ережелер, философия заңдары. Кез келген ғылым зерттелуге отырған құбылыс болмаса сол жайлы жалпы ережелерді қолданып, өзіне тән әдістерін қолданады. Даму сөзі философиянікі. Алайда ғылым өз пәнін үнемі зерттеп отырмайынша дами алмайды. Педагогика ғылымы да өзінің күш-жігерін, тәрбие, білім беру, оқыту мәселелерін зерттеуге бағыттайды. Педагогикалық зерттеу әдістері бұл педагогикалық болмыс туралы зерттеуші жинаған фактілерді және білімдерді талдаудың негізгі тәсілдері болып табылады. Педагогикалық зерттеу теориялық және эмпирикалық деп екіге бөлінеді. Теориялық әдістер бұлар ғылыми педагогикалық әдебиеттерді талдау, индукция, дедукция, жіктеу, аналогия, салыстыру. Ал эмпирикалық әдістер бұлар мәліметтерді жинау, яғни бақылау, әңгімелесу, сауалнама жүргізу, тест, анкета, осы бойынша тексеру және өлшеу. Мәліметтерді өңдеу, математикалық, статистикалық, графикалық кесте, баға беру әдістері. Бұның ішіне өзін-өзі бағалау рейтингі, педагогикалық консилиум, зерттеу нәтижелерін беру әдістеріне өзін-өзі бағалауы, эксперимент жүргізу, тәжірибеге енгізу жатады. Зерттеулерде мына әдістерді пайдаланады. Педагогикалық бақылау. Бақылау баланың мінез құлқын әртүрлі жағдайларда көрсетуге мүмкіндік береді. Бақылау арқылы мұғалім өте құнды материалдарды алады. Байқағыштық педагогикалық біліктіліктің көрсеткіші Толстой былай деген екен: мұғалім баланы үнемі бақылап, ол туралы көзқарасын өзгерту үшін қайта бақылау керек деген. Бақылау нәтижесінің дұрыс болуы оның сезім мүшелерінің бәрінің қатысуына байланысты. Күрделі бақылау деген түрі болады. Күрделі бақылау бұл зерттеу жұмысында қолданылатын бақылаудың түрі. Бақылау арқылы да қандай да бір педагогикалық құбылыс мақсатты түрде бақыланып, ол туралы фактілерді көптеп жинайды. Бақылау еңбек операциясының іс-әрекетінің құрамдас бөлігі. Алынған мәліметті бірден өңделеді. Бақылаудың негізгі қызметі зерттелетін процесс туралы материалдарды талдау, оларға баға беру. Ол танымның бас кезінде жүргізіледі. Нақты пайымдау, ой еңбегінің өткізуімен байланысты аталған әдіс арқылы күрделі педагогикалық құбылыс, процестердің байланысы, ашылған ғылымда белгілі бір құбылыстарды түзетулер енгізеді. Бақылау тиімді болу үшін басқа әдістермен байланысты қолдану керек. Мысалы, эксперимент барысында бақылаусыз анықтау мүмкін емес. Зерттеушінің зерттеу объектісімен байланыстыра қарай тікелей жанама, ашық және жабық бақылау болады. Бақылаудың бағдарламасы жасалып болған фактілерді тіркеу әдістері белгіленеді. Тікелей бақылау, жанама бақылау толықтырады. Жанама бақылау бұл зерттеушінің тапсырмаларымен жүзеге асырылады. Мысалы, бастауыш сынып оқушыларының ойындарын жоғары сынып оқушылары бақылауға болады. Ол үшін зерттеуші нақты бір нұсқаулар беруі қажет. Бақылауда табылатын зерттеушінің дайындығына байланысты. Ұжым болып бақылау кезінде бірінші зерттеуші мұғалімнің іс-әрекетін, екінші оқушылардың, үшінші жекелеген оқушылардың іс-әрекетін белгілеп алады.
зерттелетін педагогикалық құбылыстарды жасырын жерлеріне енуге мүмкіндік берген өзін-өзі бақылау түрлері. Бақылау нәтижелерінің дұрыстығы педагогикалық процестің табиғилығына байланысты бөлінеді екен.